Jualgan деген қыз. Араластырыңыздар сөйлейді, Беріп қойдың. Көпшілік барлықтарыңызбен Беріп қойдың. танымайтын кісілермен, бүгін көрген кісілермен танысқаныма өте қуаныштымын. Ал қалған кісілермен қауышқаныма қуаныштымын. Осылай жақсылықта, әрдайым жақсылықта бас қосайық. Мұнда отырған барлықтарыңыз барлығымыз тағдырласпыз. Барлығымыз тағдырдың тәлкегіне қасқайып қарсы тұрып, ешқандай қиындыққа мойымай, сүрінсек те жығылмай жүрген адамдармыз. Барлықтарыңызды үлгі тұтам, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мен айтқаныңыз. Ғалымжанға келетін болсақ, Ғалымжан келе жатқан туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге ең алдымен айтарым, 9 ай 9 күн Жоғарғы көше. балалар тыныш отырамыз. 9 ай 9 күн жүрегінің астында көтеріп, толғақтың тәлкегіне шыдап, сізді өмір жарық дүниеге әкелген анаңызға мың алғыс. 68 тамырын ертіп, сізге ақ сүтін беріп, осы күнге дейін өсіріп, тәрбиелеп отырған анаңызға тағы да мың алғыс айтамын. Бәрімізден сәлем айтып барыңыз. Анаңызға көп рахмет. Енді өзіңізге келетін болсам, ең алдымен денсаулық тілеймін. Денсаулықтың арқасында шапқылап, қатарыңыздың алды болып, күліп ойнап жүре беріңіз. Алла қаласа сүйген жарыңызды тауып, бақытты, баянды ғұмыр кешіп, перзенттеріңізбен, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыз. Мен айтқаныңыз. Енді мына жерде кішкене бір дайындап келген сөздерім бар еді, соларды айтуға рұқсат етіңіздер. Енді артық кемі болса айбетпеңіздер. Окей. Гүлжамал гүлдей жайнап, жүрсінші күліп ойнап, келесі кездесуге келсінші көлік айдап. Нұна не дейді? Шоколад ұрып тұрыңыздар. Барлықтарыңыз білесіздер, Гүлжамал қазір праваны оқып отыр. Алла бұйырса келесі кездесуге көлік айдап келсін деген ниетпен өзінің көлігімен келсін, Алла бұйырса. Келесі, сағынай ақ құрдасым, ол менің тағдырласым, қонысың құтты болып, арманың орындалсын. Ой, рахмет. Білімді үйрететін әріппенен, балаға тәрбиені дәріптеген, нәзірдей сұлу қыз бар арамызда, сыпайы өжет қызды танып келем. Жақсы. Кластасым айтпайды, ел біледі. Ат белгілер арасында бедел деді. Қоныс тойға енді сізге келейік, шашу шашып көрімдігін берейік. Жерлесім есім оның ер болады. Соғым байлап маңдай оның тер болады. Жақын күнде бір басы екеу болса, хан сарайдай үйедей кең болады. Бақбергенді жазып едім, Бақберген өкінішке орай келмей қалды. Ортамызда Еркетай бар, Бақберген, жақсы көрсе дәу қолымен тап берген. Жүгенімен ер тоқымын саудалап, Алматы мен Қордайға жол сап келген. Ортамызда сері жігіт Ғалымжан, тірлігіне тиянақты дарын жан. Қонысыңа құт тілеймін әрқашан, қолыңа құсты қондыр сағынған. Сөйлегенде әр сөзінің нәрі бар, жігітке тән қасиеттің бәрі бар. 8 қырлы бір сырлы ер азамат, қанатқа шыққан қыздың бағы бар. 10 саусақтан өнері тамып тұрған, көздерінде үміт оты жанып тұрған, Бақтиярдай досымыз бар ортада, үй соғып бере салып қаңылтыды. Қолы залатыңыз. Бауыржандай батыр бар ортамызда, ол бар кезде біз... Бауыржандай батыр бар ортамызда, ол бар кезде біреуден қорқамыз ба? Үйлен деп үгіттейді бойдақтарды, күтеді қуана келген қонақтарды. Молодец. Бауканың сүйген жары айдана, ол келсе нұрланады айнала. Тамақ шайы дайын тұрады әрқашан, бірге барады Баукаменен қайдада. Жұлдызға да жазған болатын, жұлдыз бар жарқыраған жұлдыздай,
ешкім жұмыс жасай алмас бұл қыздай. Тиянақты, жауапты мықты маман, жүреді ережені бір бұзбай. Би билейтін шебер қыз, балдай тәтті шекер қыз, балжан сұлу ортада, бочада ойнап берер қыз. Жас болса да өмірге құштар жан, алға деген ұстанымды ұстанған, әйгерімдей спортшымыз тағы бар, диплом алып білімімен танылар. Алла бұйырса әйгерім дипломыңызды алып, өз мамандығыңызбен жұмыс істеңіз. Құтты olsun. Тағы да біреу бар, енді оқыс келген жоқ. Жаңа тас пен таразды жол қылатын, дастарханды жайнатып мол қылатын, Гүлмирадай қайсар қызбен танысайық, жақсы күнде әрдайым қауышайық. Rəhmət, rəhmət. Бұлардың барлығының авторы мен. Авторы өзім. Құлыйдың қыз авторы. Енді асып кеткен жерім болса, түсіністікпен қарайсыздар. Әдем. Риза болыңыздар.